тыңдап отырсыздар. Бұл подкастта біз ұстаздық мамандық жайында, білім мен тәрбие жайында және де шәкірттердің жүрегінде із қалдырған ұстаздар жайында әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз өз ісінің шебері, шәкірт тәрбиесінде үлкен үлес қосып жүрген, 40 жылдық ұстаздық еңбек өтілі бар ұлағатты ұстаз, педагог зерттеуші, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Бекина Бибігүл Мырзағалиқызы. Қош келдіңіз. Екінші біздің қонағымыз жас маман, өзі мейірбике ісінің маманы болса да, ұстаздық жолын, медициналық жолын және де медициналық оқушыларды оқытудан бастаған жас маманымыз Қонарова Лаура Сержанқызы. Қош келдіңіздер. Ұстаздарымыз медицина саласында шәкірт тәрбиелеп, білім саласына телегей еңбек етіп жүрген білікті мамандар. Енді біз сұхбаттың негізгі бөліміне көшетін болсақ, мен сіздерге жалпы ұстаздар туралы, ұстаздық жол туралы сұрақтар қоятын боламын. Сіздер өздеріңіз жаңағы жауап беріп отырсаңыздар. Біздің бірінші сұрағымыз, ұстаз болу сіз үшін нені білдіреді? Қандай ұстаз деген кезде сіздердің ойыңызға бірінші не келеді? Ұстаз дегенде, менің ойыма бірінші келетіні ол мен өзімнің алдымда отырған оқушыларымды жақсы білем бе, оның ішінде не болып жатыр білем бе бүгінгі күнде, сосын ғана мен сабаққа кірісе аламын. Өйткені балалар келгенде олардың әртүрлі тек білім беру ғана емес, олардың ішкі состояниесі, ішкі жағдайы бәрін біліп отыру керек. Өйткені балалар оның бәрін айта қоймайды. Ұстаз, демек, психолог та болу керек, білім де беру керек деп ойлайсыз. Жақсы, Лаура Сержанқызы, сіз енді алғашқы ұстаздық жылыңызда бұл мамандықта не түйдіңіз? Жалпы ұстаз бұл білім берумен ғана шектелмейді. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, студенттерді арнайы бір маман ретінде дайындап, өмірде, қоғамда өзін тұлға ретінде қалыптастыру деп ойлаймын. Жақсы. Енді сіздердің ойларыңызша ұстаз ұлы есім дегенді қалай түсінесіздер? Мысалы, ұстаз деген қарапайым бір мамандық деп қарайды, бірақ бұл сөзге ұстаз ұлы есімге мысалы біз бір үлкен атау беріп көреміз. Ұстаз ұлы есім, өйткені ұстазың қандай болса, сен де сондай боласың дегендей, нельзя подводить. Демек, сіз айтып отырсыз, ұстазы қандай, ұстанымы сондай деп, иә? Ұстазы қандайдың, ұстанымы солай. Енді бұл жерде, ғалым да, шахтер да, барлығы да ұстаздан тәлім тәрбие алатыны мәні сол. Студенттермен жұмыс істеуде ең маңызды нәрсе сіздер үшін осы ұстаздық жолда? Мен үшін, бұлай қазіргі заманда біз көбісі өз тілімізде сөйлейміз, өз тілімізге көбірек мән береміз ғой, балалар орыс тіліне кішкене шорқақтау, сондықтан қиындау. Мен қазір билинг ретінде екі тілде де сөйлеп, соның бәрін жеткізуім керек. Ол енді сабақтан біраз уақытында алады ғой. Жақсы. Лаура Сержанқызы, сіз енді өзіңіздің кәсіби салаңызда жұмыс істеп жатырсыз. Медицина мамандарын дайындауда ұстаздық жұмыстағы ең маңызды сіз үшін? Ең маңызды алдымен студенттермен сенімді, жақсы қарым-қатынас орнату, яғни коммуникативті дағды дұрыс болу керек студенттермен ең алдымен. Содан кейін ғана ары қарай уже мамандыққа байланысты қандай да болсын сабақтар өту жеңілірек студенттермен сөйлесіп білсек. Жақсы. Енді сіздерге тағы да бір сұрақ. Жақсы ұстаз болу үшін қандай қасиеттер қажет? Енді жаман ұстаз деген пікір жоқ шығар, бірақ жақсы ұстаз, шәкірттің жүрегінде қалатындай ұстаз болу үшін мұғалімнің, ұстаздың бойында қандай қасиеттер кездесу керек? Адамгершілік. Жаңа психолог дедіңіз ғой, ең бастысы психолог. Мен өзімнің бұрын директор школы Орал ағай, Оралда Оятана деген керемет кісі ғой. Ол кісі бізге былай айтатын: сіздер оны келгенде баланы қалай қарсы аласыздар? Басынан сипап, сөйтіп сыныпқа кіргізесіздер дегендей, оның өзінде де бір үлкен мән жатыр. Өзің адамгершілігің артып тұрса, сосын балаға деген мейірімің төгіліп тұрса деп ойлаймын, ол нағыз ұстаздың ұстанымы.
өте жақсы. Сіздің ойыңызша, Лаура Сержанқызы? Жалпы жақсы ұстаз болу, бұл онымен барлық студентке бірдей көзқараста қарап білу, ешқайсысын бөліп жармай, яғни айтқанда студенттерді бөліп жармай, барлығына бірдей көзқараста қарап, өзін сенімді ұстап балалардың алдында, және де әр мысалы жыл сайын өзінің білімін дамытып, тек бір рет қана оқып қана қоймай, білімін жыл сайын студенттермен бірдей жаңартып, жаңаша әр заманның талабына сай технологияларды меңгеріп отыру керек. Әрине, ұстаз деген ол даму үстіндегі тұлға болу керек, иә? Дұрыс айтасыз. Жас мұғалімдерге қандай кеңес берер едіңіз? Сіз енді 40 жылға жақын стажыңыз бар, еңбек өтіліңіз бар дейді Мырзағалиевна. Кеңес дейсіз, Иә. Жас мамандарға, жаңа Лаура айтып отыр, Лаура өзі уже состоявшийся педагог, жас маманға ұқсамайсың. Өз-өзіне жаңа менің жаңа қойған сұраққа жауап беріп отыр. Балалардың бәрін бірдей ұстау, ешкімді жеке былай қоймау, сен былайсың, сен былайсың деп баланы шеттетпеу керек. Сосын әрбір баламен тіл табысу, ол ең қажетті, ең керек зат деп ойлаймын. Сосын жас маман ретінде қазір енді мына заманда күнде білімді жоғары деңгейде ұстап отыру керек. Өйткені мына неше түрлі соцсети бар дегендей, мына соткамыз бар дегендей, ол одан алған білім болмайды, ол тек қана мұғалімнің аузынан шығып айтылған сөздің бәрі ғана жақсы білім. Сондықтан профессионализм надо поднимать дегендей. В любом случае, как педагог, как предметник, это нужно всегда. Жақсы. Қазіргі білім беру жүйесінде мұғалімнің рөлі қалай өзгерді деп ойлайсыз? Өзгерді. Өзгеріс бар, иә? Өзгеріс бар. Үлкен өзгеріс. Мен енді өзіміз бастаған кезіміз 84-86 жылдары ғой. Ол кездегі мен қазіргі кездегі салыстыруға қиындау болатын шығар. Өйткені нам было проще работать. Если так рассуждать, мне кажется, может быть, проще работать в плане всевозможных коммуникаций. А молодежи вот сейчас, которая пришла, им легче работать. Нам проще, им легче. Почему? Потому что они на «ты» со всей технологией. На «ты» и с компьютером, например. Я со своей колокольни рассуждаю, поэтому, например, педагогам, которые имеют и доступ ко всем технологиям и умеют пользоваться, я думаю, им проще преподнести свой урок и поднимать свое педагогическое мастерство. Но всегда есть но в том плане, что учитель должен все доносить своим словом. Великое слово учителя, оно всегда будет в моде. Өте жақсы. Енді Лаура Сержанқыз қосарыңыз бар ма? Мұғалім сөзі, ұстаз сөзі мүмкін, ұстаз мамандығы қандай өзгеріске түсті қазір? Жалпы мұғалім тек студенттерді білімдерімен ғана сусындатып қана қоймай, сонымен қатар бір белгілі бір маман иесі ретінде өмір жолындағы бір өз орнын қойып, қоғамға бір тұлға ретінде қалыптастыру деп те қараймын. Қалыптастырушы маман негізі. Жақсы, енді бізде қазір білім саласы өте күрделі өзгерісте жүріп жатыр, білесіздер, иә? Жаңа технологиялар өте көптеп келіп жатыр. Енді сіздердің ойларыңызша болашақта білім сапасын біз қалай арттыра аламыз? Мен өзім қазір студенттермен жұмыс істегенде, олар көбіне жасанды интеллекттің құралдарына ыңғайласып алған балалар. Иә, балалар жақсы біледі. Телефонды, компьютермен, тез слайдтар жасау, тапсырма орындау жақсы біледі. Енді бұл ертең бізге керісінше алдағы уақытта балалардың білімсіздігіне алып келетін сияқты. Оны дұрыс қолдана білмесек. Соған қарай сіздердің ойларыңызша білім сапасын қалай
көтеруге болады алдағы уақытта? Ол қиын сұрақ қазір, да, өте қиын сұрақ. Өйткені рас өзіңіз айтып отырсыз ғой, мен өзім мына искусственный интеллект деген енді рас басымызға топ етіп түсіп отыр. С ним надо соревноваться, значит, мұғалімнің білімі жоғары болу керек. Қай саласынан болса да, қарым-қатынас оқушылармен сабақ беру жағында да, оқушы сіздің сабағыңызға қызығып отырса, оны сол өзіңнің біліміңді одан сайын көбейтіп дегендей, өзгертіп дегендей сөйтіп отырмаса, искусственный интеллект дегенді мен уже көріп отырмын қазір. Мысалы менің ойымша, дәл қазір біз жүйелеп алмасақ, бұл жүйеде, мысалы студентке біз тапсырма береміз, оның ол барады да, Gemini'ға салады, GPT-ға салады, тағы да басқа платформаларға салады да, дайын күйінде әкеліп береді. Бірақ оны бала өзі жасамады, өзі оқымады. Интернет нені берді, ол соны алып келеді. Мүмкін ол біздің тақырыпқа сәйкес келмеуі де мүмкін. Тақырыпқа сәйкес ақпарат береді, ішіндегі мәлімет оған келмеуі мүмкін. Менде бір-екі рет сәйкес келді, солай. Тақырып бірдей, ішіндегі материал бөлек. Мысалы да, сол үшін мен балаларға ескертемін, сендер бірінші өздерің оны дайын күйінде маған бүйтіп әкеліп бермес бұрын, өздерің оқыңдар, қараңдар, зерделеңдер. Осылай біз жүйелеп алмасақ, менің ойымша, алдағы уақытта біз тек қана сол жаңағы компьютерлік бағдарламаларда ғана білім беріп келетін сияқтымыз. Сіздің ойыңызша, Лаура Сержанқызы, әрине сізге бұл жақын тема ғой, жасанды интеллект қазіргі таңдағы, иә? Иә, енді қазіргі студенттер сіздер айтып отырсыздар ғой, дайын жұмысты алып келеді деп. Біз студенттерді дайын жұмысты сұрап емес, жасанды интеллекттен тек идея алмасып, өзінің идеясын айтып, ары қарай дамытып, жасанды интеллектпен бірлесе орындаған дұрыс шығар. Сол арқылы біз білім сапасын жақсарта аламыз. Және де қазіргі көп мұғалімдерге де осы жасанды интеллектті үйрету арқылы біз студенттердің жаңағы білім сапасын арттыра аламыз. Себебі мұғалімдер жасанды интеллект арқылы әртүрлі жаңағы ойындар, студенттердің көңілін аулай алатындай тақырыптарды түсіндіруге жеңіл әртүрлі презентациялар жасауға болады қазіргі интеллекттермен. Сол себепті әр нәрсенің жақсы да, жаман да жағы болады, сосын жақсы жағы да бар еді жасанды интеллекттің. Жақсы. Енді тағы бір сұрақ, өздеріңіздің өмір жолдарыңызда, ұстаздық жолда, өздеріңізге ұстаз туралы бір қанатты сөз немесе өмірлік ұстанымдарыңыз? Некрасовтың учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. Учитель всегда есть учитель. Ұстаз болып қалады дейсіз ғой. Жақсы. Лаура Сержанқызы, сіз қандай қосар едіңіз? Бағанадан айтып жатыр ғой, біз студентті тұлға қылып қалыптастыру деген сияқты. Мен ойымша, біздің ұранымыз студенттің жалпы шырағын жағу деп айтсақ болады. Өте жақсы. Өте жақсы қанатты сөзіңізге, өзіңіздің студентке шырақ жағу. Жақсы. Енді сіздер үшін ұстаздық жолда ұстаздың ең үлкен жетістігі қандай болады? Меніңше ол сенің шәкіртің сенен асып түсу керек. Өте жақсы. Ұстаздар шәкірт өзара жарысқанда дейді ғой. Өздеріңізден ұстаздарыңыз асып түсіп жатса, бұл сіздердің мерейлеріңіздің үстем болғаны, жұмыстарыңыздың жемісті болғаны, иә? Жақсы, өте жақсы. Лаура Сержанқызы, енді сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз өзіңіз жас маман ретінде, жас ұстаз ретінде, өзіңіздің замандастарыңыз осы ұстаздық жолға келем деген замандастарыңызға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Ең алдымен ұстаз болғанда барлық жағдайға дайын болу керек. Шыдамдылық ең бірінші, және де тәртіп, барлығына бірдей көзқарас, жұмыста болсын, әріптестердің арасында, оқушылар, студенттердің арасында болсын, бәріне бірдей көзқарас. Сол тек шыдамдылық және барлық жағдайға төзімді. Мысалы, менің өмірімде ұстаздық кураторлық дейді ғой, қазір біз топ жетекшілер ретінде болған бір жағдай, таңғы 6 кезінде маған бір ата-ана звондаған болатын. Сондағы айтқаны баласының жаңағы бір киімнің
сабақтан кейін жоғалғандығын және де оны ертеңіне таңғы 6-да звондап айтқаны маған өте қызық болған. Ол кезде қызық емес, әрине мен үшін ол ашу болды. Неге сіз 6-да звондап тұрсыз деген сияқты. Бірақ кейіннен қазір мен есіме түсірсем күлкім келеді. Ол 6-да звондап тұру, мен ол кезде шындығында ұйқыда жатқан адаммын. Жұмыс уақыты бізде 8-ден басталады сабақтар, ал жалпы негізгі уақытымыз білесіз 9-дан басталады ғой. Бірақ таңғы 6-да сол бір күрте үшін мені звоноктың оятқаны, мысалы әлі күнге дейін есімде күлкілі ретінде, бір күлкілі жағдай ретінде есімде қалған болатын. Құрметті тыңдарман, біз бүгін ұстаздық мамандық туралы, ұстаздық мамандықтың маңыздылығы туралы әңгіме өрбіттік. Әрине, бұл ұстаздық мамандықты бір ғана әңгімемен тауысып айту мүмкін емес, себебі бұл ұстаздық жол, бұл үлкен сара жол деп айтар едім. Ұстаз тек білім беруші емес, ол бағыт-бағдар беруші, шәкіртке бағыт-бағдар беріп, шәкіртті кішкентай балапан болып келген баланы үлкен тұлғаға айналдырып шығаратын үлкен бір мамандықтың иесі, үлкен бір күш деп те айтар едім. Осындай үлкен күштің иелеріне, біздің ұстаздарымызға қатысып қонақ болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.